Сәлем достар, кешкі асқа ерекше әрі тойымды болатын ет қосылған фри дайындаймын. Балалардың да үлкендердің сүйікті тағамы. Керек заттарды толық описанияға жазып қалдырамын. Менде сиыр еті, сәбіз, пияз және перец. Фри қаншалықты керек, соншалықты картошка аласыздар. Сұйық май, дәміне қарай тұз, томат пастасы және бір ас қасық ұн. Ең алдымен картошкамызды фри етіп, осылай соломка етіп турап аламыз. Одан соң барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз және менде дәмдеуіш болған для картофеля деген, содан бір ас қасық қостым. Жақсылап араластырып, 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Одан соң етті соломка етіп, пиязды, ащы бұрышымызды соломка етіп тураймыз және сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған майда фриімізді қызарғанша, картошка піскенше жақсылап қуырып аламыз. Подливасын дайындаймыз. Табамызға сұйық майды құйып, етті салып қуырамыз. Ең төменгі отта 20 минутта ет жұмсарғанша бұқтырамыз. Одан соң видеода көрсетілгендей қалған заттардың барлығын шетінен сала отырып қуырамыз. Ең соңында суымызды құйып, жарты сағат ең төменгі отта бұқтырамыз. Қытырлақ фри, жұп-жұмсақ ет және подлива керемет кешкі асымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.